Шакширде менің күйеуім күніге жаңағы түнімен туалетке баратын. Ол 3-5-6 рет баратын. Осы Шакширді қалай ішті? 2 рет ішкеннен кейін сразу результат берді ғой. Сразу результат берді да, уже жан-жаққа айта бастады. Ойпырмай, мына Шакширдің құдіретін ай деп уже не қылдық. Ал ана пластырды мен өзім пайдаландым. Мен өзімнің басынан өтті. Январь айында, февраль айында ма мен аяғымды басамай қалғам. Содан ана система салдырдым, укол салдырдым. Жүремей қалғам. Жұмысқа да шығамай қалдым. Содан бір күні қайынсіңлім беріп жіберді бір упаковкасын. Осын аямай, экономдамай жапсыршыз. Соны аямай, экономдамай жапсырдым. Тфай, мен содан кейін не дәрі ішкен жоқпын, не система алған жоқпын, не укол алған жоқпын. Мен жылына 2 рет укол алатын. 2 рет уколдар салдыратын, система салдыратын. Гормональный уколдар салдыратын, аяқты қойдыру үшін. Осыдан кейін мен вообще ештеңе не қылмадым ғой. Результат жақсы көрдім, пластырдан жақсы не көрдім. Результат көрдім. Тамаша. Содан кейінгі үшінші айтатыным, мен очкисіз ештеңе оқи алмайтын. Анау очкисіз, көзімнің зрениясы нашар еттім. Мен қазір бір аптадай болды күміс суды пайдаланып жүрмін өзім. Прям көзімді мачт етем кешке қарай жатырда. Мен сепкенге де не қылмаймын. Ана мақтаға мачт етем да көзімнің ішін бәрі кіргізіп сүртем. Мен қазір очкисіз оқи беретін болдым. Очкисіз телефон қарай беретін болдым. Мен соның кереметтілігіне таңғалып отырмын. Содан кейін жаңағы ұйықтай алмайтынмын. Алтын су. Соны ұйықтай алмаған күні, көп шаршаған күні обязательно соны бір колпак шөгін аламын да, тілдің астына 5-6 минут салып қоям. Сол кезде уже азанда зорға тұрамын ғой. Мен тфай, не жалуюсь.